Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қазіргі таңдағы хит болып жатқан трайфлдың жасалу жолын көрсететін боламын. Дәмі сондай керемет, ауызда еритін балмұздақ тәріздес. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен 3 жұмыртқаға қантымызды салып, миксермен әппақ болғанша жақсылап араластырамыз. Жақсылап көтерілген соң барып сұйық майымызды құйып, тағы да кішкене араластырамыз. Енді ұн мен какао және қопсытқышты жақсылап араластырып, аз-аздан салмамызға қосамыз. Аз-аздан қоса отырып, миксермен жақсылап араластырамыз. Салмамызды кез келген формаға салып, қызып тұрған пешке 30 немесе 40 минутқа пісіріп аламыз. Пештен шыққан бисквитті міндетті түрде осылай таяқшамен тексеріп аламыз. Және формадан босатып, суытамыз. Ал енді кремін дайындаймыз. Кремге бізге клейгей қажет. Клейгейді міндетті түрде мұздай күйінде айналдырыңыздар. Шамамен 5 минуттай айналдырамыз, қоюланғанша. Осылай қоюлана бастаған кезде қант ұнтағын қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді сүзбелі ірімшікті бөлек айналдырып аламыз. Себебі кремнің арасында түйіршіктер аз болу үшін сүзбелі ірімшікті бөлек айналдырып алсаңыздар болады. Енді суыған қамырымызды осылай қолымызбен бөліп аламыз. Және кез келген ыдысқа немесе стаканға осылай салып шығамыз. Бірінші қамырын саламыз. Содан соң барып бетіне дайын болған кремімізді жағып шығатын боламыз. Трайфлдың өзінің арнайы қорапшалары болады. Сіздер соған дайындасаңыздар да болады. Кез келген тереңдеу ыдысқа дайындасаңыздар болады. Трайфлымыздың бетін әсемдеу үшін шоколадты глазур дайындаймыз. Ол үшін бізге қатты ысып тұрған клейгейге шоколадты салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болғаннан кейін аз-аздан бетіне құйып шығамыз. Енді трайфлдың бетін сәндейміз. Сәндеу үшін мен вафли крошкасы мен кокосовый стружканы пайдаландым. Және жеміс түрінен смородинаны пайдаландым. Сіздер малина немесе құлпынай қолдансаңыздар болады. Трайфлдың тағы бір атауы милка деп аталады. Өте тез әрі жеңіл десерттің түрі. Сондықтан міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер.